Баршаңызға қайырлы күн. 3 жұмыртқадан өте керемет қытырлақ вафли дайындайтын боламыз. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды таза құрғақ ыдысқа салып аламыз және де венчиктің көмегімен араластырамыз. Миксермен де араластырсаңыз болады. Одан кейін қантымызды салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Қант еруі керек, түйіршік болмауы қажет. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Оны саламыз, екіге бөліп салсаңыздар да болады. Көп немесе аз болып қалмауы керек. Осындай қарапайым ғана заттардан тұрады. Және де шай ішуге өте жақсы. Менің қамырым осылай құюлау болып шықты. Құю болған кезде қытырлап шығады. Біріншісін жасап көрдім. Қызып тұрған осындай табамызға тестімізді салып пісіріп алатын боламыз. Әр түрлі формада жасасаңыздар болады. Мен өзінің арнайы осындай стаканчик тәріздес формасын салып жасап жатырмын. Бар жоғы 15 минутта осындай қытырлақ вафлиларды жасап шығамыз. Отбасыңызға ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтетін боламын. Баршаңызға ас болсын.